Новоалексеевка. Херсон вилаятында ишгал етілген Қырымға яқын олған қасаба. Гүлнара Бекирова Зорнян көз яшларыны тута. Юзден зияде инсан бозғун аваға бақмайып, оның өмір арқадашы Эдем Бекировға қол тұтмаға чықты. Оларның қоларында саяси мәбүслерге азатлық Вефри Эдем Бекиров язулы шарлар. Декабрның 12-сында оларның семьедеші Ахмеджетке анасына кетеді. Меморий сынырда оны Русия мақсус қызметлері тоқтатты. Sonra Жанкойды патлав сақлағанында қабатлап, махкеме ве Ахмеджет СИЗОсында 2 ай апыз жазасы. Шу ер Эдем Бекировны өлдірмек мүмкінді оның өмір арқадашы Гүлнара ханым. Юрек операциясындан сон шекер хасталығынан чекішкен ве кесілген аяғында яранен Эдем ағаға даими екімлер незареті ве күнде онлар жейляч керек. Аксине оны сезонын дешетлі шырайтынды тұталар. Є ризик і повторного інфаркту, є ризик, ця інфікована рана, вона буде бушувати і його або треба буде цю культю оперувати, або він помре там. Люди небайдужі і люди, які підтримують. Сьогодні, яка сьогодні погода, ви бачите? А люди прийшли, тому що ці небайдужі люди до горя нашого народу, до горя сьогодні, який і в нашій родині, і біля нас. Эдем Бекиров мұтлақа даяны полур, чүнки ана бұтын Украина қол тұта. Бұақта Эдем аға вионың айлесіне дестек көстермеге келген епісі емин. Оларның айтқанына көре, Кремль саяси мәбүслері евге қайтмалы. І ми дуже вражені тим, що трапилося з Едемом Агою, і тому ми тут, щоб підтримати дружину, підтримати сім'ю і висловити свою точку зору до того, як Російська Федерація повела себе с крымским татарином у Крыму. Наш первый шаг на это для того, чтобы освободить из застенок крымских Эдема, Бекирова. Не мог сделать человек, больной человек, инвалид не мог сделать это никогда. И зачем, если у него там есть родственники, его там мать живет и дочь, и он пойдет какие-то противоправные меры там делать, это просто глупо будет. Ишгалжилер Қырымда қабатсыз инсанны апыске ташлады. Бұақта Херсон региональ межлисінің башы Ленур Люманов білдірді. О бүгін Эдем Бекировға қол тұтмақ үшін келді. Ленур аға еминки, Русия мақсус қызметлері ишгал етілген Қырымда невбетеки провокация азырлағаны себептен Эдем Бекировны яқалады. Это мост. Мост, который все-таки рухнет. А сейчас, наверное, скорее всего, идет подготовка и ищут людей, на которых это повесить. Мост в один день, когда он сам должен будет рухнуть, его взорвут просто. И уже будут подготовленные материалы. Кто виноват? Украина виновата. Эдем Бекиров азат етілмесіні талап еткен инсанлар емин. Оларның койдешы Кремль тұтқан Украин ве Қырым татар мабүслері евіне қайтажақ. Апысханеде олар даянып болмасы үшін мабүслер еде беклегенлерінің қол тұтуына мұқтач. Татьяна Сулей, Заман, АТР. Русия мақсус қызметлері Украина ватандашлары бұл сырада Қырым татарларға қаршы яңы провокация азырлап диверсияда қабатлай жақула. Бұақта Меджлис рейсі Рифат Чубаров айтты. У Facebook сайфесінде Русия истихбараты тарқатқан ориентировканы айдынлатты. Весиқаға көре Русия территориясына диверсион тақымы кечкен санкеулар теракт азырлай. Весиқада бұл диверсион тақымға алақасы ола білген инсанларының адлары да yazылған. Рифат Чубаров айтқанына көре бұл Русия мақсус қызметлерінің яңы провокациясыдыр. Меджлис рейсі истесна етмейді, бұл жетвелге көрсетілген инсанларға қаршы Русияде давалар енді уйдырылғандыр. Документ оригинальный, но содержание документа фальшивое. Это делается с некой целью. Вот публикацией этого документа, нами перехваченного, мы решили упредить продолжение той провокации. Мы решили ее обнародовать, потому что не исключаем, что такая пусть и абсурдная, но безобразно лживая информация, она уже может присутствовать в каких-либо протоколах допросов граждан Украины, которые оказались заложниками российских оккупантов в Крыму. Бұл жетвелде Новоалексеевка мектебінің мудирі Ленур Люманов. Түркия әлі оқу йұртында тәсіл алған Рустем Аблятифов бар. Ленур Люманов айтқанына көре бұл қабатлавлар есасында бұдың Қырым татарларыны руслар ақаретлейжек ола. Это очередная провокация служб государства-оккупанта. Думаю, так можно любого гражданина
гражданина Украины обвинить в том, что он не совершал, не собирался совершать. Цели у них разные могут быть. По крайней мере, им всегда нужен объект, который можно обвинить в чем угодно. И могут любого взять гражданина Украины на своей территории и решить любое дело. Грубый человек, дело найдется. Русларос территориясында провокация азырлаганы Украина будафан әзірлігінде дайталар. Украина истихбаратының малыматына көре Русия остеджавузи әрекетлерін ақламақ ечон Украинаны кенеде ақаретлейжек ола. Не виключається проведення Росією диверсій на власних об'єктах критичної інфраструктури, таких як ТЕС, порти, мости, підприємства, які використовують у виробництві шкідливі речовини, на транспорті тощо, з подальшим звинуваченням української сторони у причетності до їх скоєння. Украин маршы сары мавы түстейгемілер ве Милли гвардия қадимлерінің жанлы ленгері. Украинаның чешіт көшілерінде есір алынған Украин деңізжелеріне қол тұтып акциялар өткерілді. Флешмоптар Харьков, Запорожье, Кременчук, Вятта, Конго мемлекетінде кешірілді. Акциялар насыл өткерілгені бізім левқамызда. Украин денежчилеріне азатлық. Бойлесерлевалы флешмобны Запорожьедегі Милли гвардия хадимлері қазақларының ватаны Хортица адасында кечірді. Русия мақсус қызметлері тарафындан есір етілген 24 Украин денежчилеріне қол тұтмақ үшін 200 арбий Девлет маршы алтында сары мавы байрақны açып, балабан жанлы ленгерні тешкелетті. Русия махсус қызметлері тарафындан яқаланған Украин денежчилеріне бірдемлік көстеріп, Кременчукта Милли гвардия хадимлері Хортицадаки кебі жанлы ленгер шекілде тізілді. Ғалибе мейданында жесур Украин денежчилеріне шаншурит сөзлері яңғарады. Відважним українським морякам! Слава! 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 Харьковда Милли гвардия қызметчилері Русия сырында тұтылған Украин денежчилеріне қол тұтып, Тим Салики ағыт гемечіклерінен шықты. Бұ егетлер ве қызлар еминки, арби есірлерінің епісі евлеріне қайтмалы. Я підтримую українських моряків. Конго демократик Джумхуриятында Бірлешкен Миллетлері миссиясынен берабер болынған Украин контингентінің арбилері ватанындан бинлерже километр ұзақлықта олып, кеғыт гемечіклерінен наратны илванландырды. Гемечіклерді руслар запт еткен Бердянск, Никополь, Вияны қапы Украин гемелерінің адлары езілған еді. Татьяна Сулей, Заман, АТР. Бір Украин мұдафаджысы яраланды. Русия тарафындан дестек алған сепаратистлер атешкес режиміні бозмаға девам ете. Луганск йөнелішінде учкере бізім арбилеріміздің позициялары ұжым етілді. Сепаратистлер Минск анлашмалары ясақ еткен пулемет ве майын атыжылар қоланды. Під час бойових дій у ході спостереження за діями противника поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Його оперативно доставлено до госпіталю. Таким чином, не дивлячись на встановлене перемир'я, ворог продовжує нехтувати будь-якими мирними домовленостями. Бірлешкен Құветлер операциясы өткерілген аланда Украин арбилері телекеслік қызметінен берабер сөзде ДНР-нің құршын атыжысыны тұтты. Горловка сакені террористлер тақамына та 2014 сенесі күзде қошылған. Русия арбилері талимлерінден кечкен сене девамында Украина телекеслік қызметі сөзде ДНР ве ЛНР тавдарлары олған 54 террористны тұтқан. Подготовку по стрельбе обучение проводил россияне с позывным «Грузия». Айпетриде чық лавина. Онлар жарабави юзлерже туристлер қар қыршавында қалды. Бұ ақта іштемай ағларда туристлер яза фото ве видеолар дерчете. Қар яғмасы ве ел тоқтамай құртарыжылар жевап бермегенне шекет етелер. Қырымның дигер көшелерінде насыл ава олғанны бізім невбеті келев қамызда сейретіңіз.
Ишгал етілген Қырымның Дорт районында аман-аман Отускойве қасабада яшаған 10 бин инсан ышықсыз қалды. Күчлі ел, яғмырлар ве яғмырлы қар ишгал етілген ярымадада январның Дортуна кечергежесі олды. Суықава ве электриктелер узулевінден, ен чок сақ, еді қою Ақмечит районлары ве кезлевшері зарар көре. Байрамлар кечті, оларның ақыбетлері қалды. Ишгал етілген Керич яваш-яваш чөплік полигонына чевіріле. Сасыған чөплік обаларны аты шейер меркезінде көрмек мүмкін. Меркези базарда есе чөплік әнді садыджа шайыт янында қойыла. Тайлаққа чамырдан кечіп. Ичтимай ағларда ишгал етілген Керичті ерлі қапалы тайлақны күлділер. Таймақ үшін чамырда ұзын невбетте тұрмақ керек. Құланыжылар бұл санасының дамы Чернобыль азек электрик станциясының яны саркофагына хатырлата деп қайдеті. Владислав Стужук, Заман, АТР. Қарлы боран, яғмырлы қар ве бузлавоқ Украинаны Юнанистан тарафындан келген циклон қаплады. Ава шымділік 10 вилаетте бозылды. Құртарыжылар айдапжыларны ұзақ yolға чықмамаға чағыра. Запорожье вилаетінде саат 11-ден юқарабалары ве жемат нақлияты үшін yol әрекетіні сыңырладылар. Днепропетровск, Донецк, Луганск ве Херсон вилаетлерінің yolларында мақсус техника невбетчілік ете. Қарлы Карпаты дағында есе чық лавина телекесі бар дептен белейлер. Період ускладнення погодних умов рекомендуємо туристам утриматись від походів в гори. А щоб відпочинок в горах був безпечним, потрібно реєструватись в гірських пошуково-рятувальних відділеннях. Украинаның мұстақыл кілсесі пейда олмасына сонке адым қалды. Ярын дүния патриархы Варфоломей Константинопольде Украинаның мұстақыл кілсесі тешкіл етілмесі қында Томас имзаламақ керек. Базар күні есе оны Украина кілсесінің темсілжісіне бережек. По мерасимде Украина президенті Петро Порошенко да иштирак етежек. Оның сөздеріне көре Украина Томасны елде етсе, Украина бұтынлей мұстақыл олажақ. Қырым татарлар да бұл тарихи вақияға бұйық ұмытлер беслейде Меджлис рейсінің муавин ақтемчей гос. Оймен Украина православ кілсесі мұстақыл олмасы Қырым ишгалден құртарылмасына ярдым ете біле. Московский патриархат в Крыму был всегда очень активной пятой колонной. Томос, то есть независимость Украинской православной церкви, влияние Москвы сильно ослабло, что тем самым, конечно же, очень сильно раздражает и в панической такой истерии бьется сейчас Россия. Украина кілсесіне Томас берілмесін атыры телеканалы да жанлы яйында январынан 5 ве 6 күнлері көстережек. Русия таққи комитеті Магнитогорста патлаган эв қалымтыларында патлав моделері тапылмады дей. Кеченлері ерлі матбуат васталары эв газдан дегілді теракт нәтижесінде патлады деп хабер тарқатты. Тақиқатның версиясына көре патлав газ нәтижесінде олды. Бұл ведігер хаберлер невбете келев қамызда. Шымдыки вақытта Магнитогорск фажасында епісі 39 әлі қолғанларының жесетлері танылды. Олар газ патлаган евде яшайды. Туневин шәрді құртарыжы қыдыруф ішлер екенленді. Бүгінде несе шәрді декабрінің 31-інде юз берген қаза құрбанларыны дефін етіп башладылар. Тақиқи комитетте бина қалымтыларында патлав излері тапылмады деп таздықлайлар. Бұнен берабер фажаның чешет версияларыны бақалар. Таиландның туристик вилетлерінде Пабук адлы күчлі боран юз берді. Ялы бойы районларындан 30 бин инсан тахли етілді. Вилет күчлі ел ве яғмырлардан зарар көре. Ел тереклеріні тамырындан чықара ве электриктелеріні узе. Тахменен боран популяр туристик ерлеріне де барып етер. Шу себептен Украина тышышлерін әзірлігі шынды мемлекеттер атланған Украин ватандашларыны мұқай толмақ. Яда асылды Таиланд ялы бойы районларына бармамақ чағырды. Экспертлер айтқанына көре, Пабук сонки 30 ел девамында ең күчлі боран ола были. Далғалар 5 метр yüksекlikке етіші. Америка арбилері Сурияден чықмаға башлады. Бұақта Америка Бірлешкен Девлетлері Девлет кәсібі Майкл Помпео білдірді. Ләкин Америка ордысы чықарып жедвеліні бейяз сарайда ачықламады. Айтқанларына көре дұшман білмесін деп. Трамптың кішілері емин. Америка ордысының Сурияден чықывы Русия ве оның итифақдашларына араларыны бозмақ мүмкін. Сабық арби Дуглас Макгрегорның сөзлеріне көре, Русия Сурияге күрдлерінің көрешкен Түркия ордысыны ебермеге, яда Сурия ве Иранға қол тұтмақ ақында қарарыны қабыл етмелі.
Алмания саясетчилери ve жамаат эрбапларынын шахси маалыматына нисбетен хакер ужума. Интернетке yüzlerce insanlarının şahsi malumatı ve mektuplешуvu tuştu. Bununla beraber ucum oncu siyasетчилерден gayrı Bundestag'ın butun fırkalarına nisbeten ötkerildi. Hususan internette şahsi numaraları ve hatta siyasетчилер akrabalarının adreslerini açıkladılar. Cinayetçilerini Alman okurucuları kıdıra. Devlet baş naziri Angela Merkel'nin matbuat hizmeti onun şahsi malumatına hakerler barıp yete almadı deb bildiriyor. Вероника Иващенко, Zaman, АТР. Сызда көрмеген Истанбул андаки Гитлер четелден келген туристлерге белі олмаған ерлеріні көстере. Адет олып қалған ерлеріні көстеріп туристлеріні айретте қалдырмаға енді қиын дейлер. Оның үшін Истанбулдаки Гитлер сабық Константинополінің тарихи ерлерінде көстері башлады. Бұл сырада сабық Ай-София соборы Феодосийінің тік ташы кечкен сене лира ұжызлашқан сон Түркияге да чоқ турист келе башлады. Кечкен сененің бірінші ярым елында Түркияны 19 миллион турист зиярет еткен. Це найстаріша релігійна будівля міста, яка досі діє. Тому я показую її туристам. Це дуже цікава будівля, оскільки вона немов мініатюрна модель собору Святої Софії. Ми пішли на цю екскурсію, бо розуміли, як багато в Стамбулі історичних місць, які недосвідчені туристи не знайдуть без гіда. І скажу, що це правильне рішення. Ми побачили те, чого не знайшли б за допомогою путівника, довідників та інтернету. Yayınımızın sonunda muhim ilanyen tanışı temas atır telekanalının da iki formatta SD hem de HD formatlarında bakabilirsiniz. HD yayınlanıvı Astra Sputnik'inde olacak. Ama Sputnik'inde ise yayınlarımızın yanvarının 10'undan SD formatta bakabilirsiniz. HD tuneriniz olsa Astra Sputnik'inde kalıp ATR HD formatını saylamalısınız. Mahsus tuner olmasa ama Sputnik'ini tapıp ATR'ını SD formatında bakabilirsiniz. Bu dakikada netice programması sonuna keldi. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim ve daima atırılı olunuz. Görüşkенше.